Ұлытау еліміздің киелі мекені. Биылғы жыл біз үшін жақсылығымен толы болды. Ұлытау жеке облыс болды. Жаңа дәреже, жаңа мүмкіндік. Облыс мәртебесінің игілігін біз бірден сезіне бастадық. Жаңа нысандар ашылды, жаңа кәсіпорындар іске қосылып, қаламыз күн сайын көркейіп келеді. Есесіне ұлытаулықтар да елінің, жерінің өсіп-өнуіне барынша үлес қосуда. Мен педагогпын. Ел болашағы жастардың қолында демекші, осы жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беруде аянбай қызмет етудемін. Патриоттық сезім бұл отанына деген сүйіспеншілік, отанның дамуына, отанның алғары жылжуына, отанның структурасын дамытуын бір сөзбен айтқанда отанға деген махаббат. Отанға деген махаббатты әрбір жастың, әрбір өсіп келе жатқан жеткіншектің жүрегінен біз оятуға тиіспіз. Өйткені қазіргі кезде жастардың өзінің үлесін қосып, алдағы уақытта Қазақстан Республикасының көк туында көкке желбірететін әнұранында шырқаттыратын осы біздің жастарымыз. Мен өзім Қазақстан Республикасының патриотымын деп өзімді есептеймін. Мен металлург саласына үлкен үлесімді қосып жатырмын. Осы қазіргі өсіп келе жатқан жастарымыз осында біз құсап, осындай үлкен салада қызмет жасап, оқу бітіріп, үлкен оқудың белесін бағындырса, нұр үстіне нұр болар еді. Мен Қазақстанда қатты жақсы. Жердің атын елі шығарады, елдің атын ері шығарады дегендей, Ұлытау халқы белсенді. Мыс зауыты мен кеніштерде тер төгіп, экономикамыздың өсуіне атсалысуда. Жастары түрлі қайырымдылық шараларға қатысып, еріктілер қатары күн санап өсіп келеді. Бұл да бір патриоттылықтың айқын белгісі. Жалпы мысты өлке тұрғындары елін қаншалықты сүйеді? Осы сұрақтың жауабын алу үшін біз арнайы флешмоб өткізгелі тұрмыз. Ұлтану болмай ұлтымның, сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқымның, пейлі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның, шұғыласынан шаралдым. Миллиондарға сатылмас мейір қымбат анамның. Мен қазақтың ұлымын. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын. Мен қазақтың ұлымын. Көріп отырғандай жарты сағатта ондаған адам белсенділік танытты. Бұл флешмоб Ұлытау өлкесі, олар құс мекен еткен қасиетті мекен. Ақ киізге орап, хан сайлаған тарихи өңір. Экономиканың темір қазығы атанған мысты өлке ретінде ғана танымал емес. Ұлытау еліме қызмет етемін деген ұранмен өмір сүретін патриоттар аймағы ретінде де тарихта қалады. Ұлытау ұлт күндігі, жоққа шығарсын кім мұны. Көк байрағын түсірмей, көкке көтерсін. Ұлғызы деп сюжетімді түйіндеймін. Сіздермен болған Ұлжан Бағдатқызы, Өркен медиа командасы.